Сәлем достар, бүгін мен сіздермен ангина туралы айтатын боламын. Видеоны аяғына дейін қарап шығыңыздар, соңына дейін. Жақында ғана менің кішкентай 3-ші балам ауырып, ангинамен кішкене де айтпай қойын, біраз қиналдық. Өйткені ангина болғасын, тамақ қызарып, ісіп, тамақ жұтындырмай қалады. Одан кейін ол құлаққа кетеді екен, құлағы да ауырып шықты. Шынымды айтсам, мен не істедім? Біріншісінде фурацилинмен жудым, тамағын сүртіп, қайта-қайта одан мына люголямен сүрттім. Сосын мынау қызыл маймен сүрттім тамағын. Сөзінің шыны керек, аса қатты көмектесті деп айта алмадым. Барлығын істедім, бірақ енді көбіне барлығы осыны жасайтын болғандықтан, врачтар да көбіне осыны айтады, және үйге скорый шақырғанбыз. Скорый шақырған кезде енді фельдшерлар да соны айтты бізге. Тамағын сүрту керек деді. Одан кейін біз больницаға бардық. Больницаға барған кезде бізге антибиотик жазып берген, амоксиклавты бердім, бірақ аса қатты пайдасы болды деп айта алмадым. Өйткені амоксиклавты бердім, одан кейін де жаңағыдай тамағы қоймады. Енді ангинасы қызарып, тамақ одан сайын қоймағасын, тағы да не жасарымды білмедім. Сөзінің шыны керек, бала ауырған кезде барлық ата-аналар сондай ғой, мамалардың барлығы сондай ғой, өзі шошып, жаңағы не істесем екен деп, бала түнімен күндізде ұйықтамай жылап, ол еще құлақпен байланысты болғандықтан құлаққа да кетіп қалды да, енді құлағы да ауырып жүр, тамақ жұтындырмай кәдімгідей олай көрсететін. Жасы 2-де болса да, мына жерім ауырып тұр деп тамағын көрсететін, құлағын көрсететін. Одан кейін енді ол ангинаны врачқа көрсетсек, оның тамағында сол бактериялық ангина екен. Ол солай бактериялық ангина болғандықтан кетіру сәл бізге қиын болғандықтан, тағы да 2-ші рет біз скорыймен тағы врачқа бардық. Ол кезде бізге басқа антибиотик жазып берді, зитмак деген. Одан кейін тағы сол жаңағы біз жасаған, мен өзім үйде жасаған тамағын сүрткенді сүрте беріңіз деп айтты. Енді жаңа ангина болғаннан кейін міндетті түрде температура болады. Температураны түсіргенмен жаңағы біз парацетамол береміз, ибуфен береміз, бәрібірде ол температура бәрінің күші жойылғаннан кейін қайтадан көтеріледі ғой. Содан кейін ол біріншіден тамақтың температура не үшін болады? Сол тамақта жаңа ангина болғандықтан, тамақтағы ісік ірің болғандықтан ол температура қайтпайды, егер мына тамақты емдемесек ангинаны. Енді мен бұларды алып тастадым да, содан кейін мынаны пайдаланып көрдім, яғни мынау В12 деген, яғни осы витаминді, осы 10 ампула бар ішіндегі, мынау ампуладағы, осы ампуланы алып аптекадан тамағын сүрттім. Осымен күніне сағат сайын осымен сүрте бердім. Содан кейін кәдімгі кола бар ғой, біз өзіміз ішіп жүрген, сол коланы да алдым да микроволновкаға қыздырып, сағат сайын тамағын сүрттім. Бірінші мынамен сүрттім, бір сағат демей қойын, бір жарты сағат сүрттім, жарты сағаттан кейін коламен сүрттім, қыздырып, тағы да жарты сағат сайын тағы мынамен сүрттім, жарты сағаттан кейін тағы коланы қыздырып, яғни қатты ыстық қылмай, жылы күйінде тамағын бинтпен бірінші мына жағын сүрттім. Бірінші. Содан кейін ол жаңа бинтті алып лақтырдым да, 2-ші бинтті орап, мына жағын сүрттім. Яғни 2-ші жағын. 2-ші жағын сүрттім. Өйткені мынау бір жағындағысымен 2-ші жағын былай сүртудің қажеті жоқ. Мына жақты бөлек сүртесіз, мына жақты бөлек сүрту керек. Солай қайта-қайта бір күнде неше рет сол неден скорыймен келгеннен кейін соны сүрттім. Содан кейін түнде жатар кезде, жатар алдында бір рет, біз қазақпыз ғой енді, баяғыда кішкентай кезімізде бәріміз қойдың майын жағып ертіп, жағатын еді қазақша ем деп. Сол қойдың майын енді алдымда жағып, неге ертіп алып, қойдың майын менде болмайтын, бірақ мен сол күні алып келдім кішкенесін, сосын неге күйдіріп, оны неге ертіп микроволновкаға, тамағына мына жерлеріне, құлақтың 2 жағына жағып, кішкенеден жай не қылып, енді жағып шықтым. Жағып шыққаннан кейін жаңағы тамағы ұйықтап қалды бала. Не бердім? Ибуфен бердім. Ұйықтап қалды бала. Ұйықтап қалғаннан кейін
тұрғаннан кейін уже терлеп солай тұрды, кішкене қойғандай болды, мұрны кішкене ауырмай солай жыламай тұрды. Одан кейін шайын тамағын ішіп алды. Особо тамақ жемейтін, ауырып жүрген кезде тамақ өтпейді мына жерден. Мына неден тамақтан өтпейді егер ангина болған кезде. Сол кезде тамағын бердім, қайтадан соны жасадым түнде ұйықтайтын кезде. Бірақ құлағына врач бізге құлаққа тамызатын берген, соны құлағына тамыздым, екі құлағына да. Өйткені мынау неге құлақпен тамақ байланысты болғандықтан құлағы да ауырып жүрді, сол үшін тамыздым. Сөздің шыны керек, осы мынаны және коланы жылытып тамағын сүрткеннен күніне сағат сайын сүртіп отырдым. Бір күнде ертеңіне уже ангинасы жоқ болды, температурасы да түсті, ешқандай ангина болған жоқ. Мен сіздерге айтайын дегенім, білмеймін бұл қайдан, неден кеткен, коладан ба или мынадан ба, мен осы екеуін жасап шықтым. Бұны да және коламен де сүрттім ангинаны. Бала ертеңіне күліп, кәдімгідей тамақ ауырмай солай тұрды, жыламай, түнде шылқып терледі, 2-3 рет киімін ауыстырдым. Сол үшін сіздерге айтайын дегенім, антибиотикті қайта-қайта берудің негізінде қатты қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені антибиотик деген баланың иммунитетін түсіріп тастайды. Бірінші мен амоксиклав бердім, көмектескен жоқ. Сол жаңағы амоксиклав бергеннен кейін, көмектеспегеннен кейін өзімде қорықтым. Енді антибиотик деген өздеріңіз білесіздер ғой, ол баланың иммунитетін, адам иммунитетін түсіріп тастайды. Одан кейін оны қайтадан бала әлсіреп қалады, одан кейін тағы ауруы мүмкін деген сияқты. Сол үшін жалпы мен антибиотикке өзім қарсымын. Барынша егер тамағы бір жер ауырып жатырса, сол тамағын сүртіп көбіне кетіруге тырысатынмын. Осы жолы антибиотикті де бердім, бірақ ешқандай пайдасы болған жоқ. Сосын мен осыны алып бердім. Бұны да бір танысымнан және интернеттен іздеп көргенмін. Осымен сүрттім тамағын. Ішінде мынау осындай. Қазір сіздерге көрсетейін. Так, осындай ампулада болады. Осындай қызыл. Осыны былай мына бас жағын сындырып аласыздар да, бинтке жағып тамағын сүртесіздер. Енді бұл біреуге пайдасы тиер, біреуге тимес. Енді әркім өзімнің пайдама жарағандықтан балам ауырған кезде осыны көмектескенін сіздерге айтып жатырмын. Және біз қазақпыз, қойдың майы керек емес деп айтамыз. Өзімде иісін жақсы көрмеймін негізінде. Бірақ қойдың майының да маған көмегі деген сияқты балаға. Тамағын сүрттім. Тамақ болған мына жерлерін сүрттім. Және мына құлақтың мына екі жағын кішкене сүрттім. Мына жерлерін сүрттім. Және кішкене арқасының тұсын сүрттім. Мына жағын кеудесін алдын және арт жағын кішкене сүрттім. Сөздің шыны керек, көмектесті. Сіздерге айтайын дегенім, просто әр нәрсені бере бермей, әртүрлі дәрілерді беріп, антибиотиктерді беріп, баланың организмін, иммунитетін түсіріп тастамай, баланы уламай, бірінші осы нелермен жасап көрейік. Сол кезде пайдасы тиіп қалар дегенім ғой. Мен негізі Люголя көмектесетін. Сондықтан көбіне мен Люголямен сүртетінмін и мына қызылмаймен сүртетінмін. Осы қызылмаймен. Осы жолы қызылмайды да пайдаландым, Люголяны да пайдаландым, бірақ маған көбіне осымен кәдімгі коланың көмегі көбірек тиді. Коланы солай қыздырып, жылытып тамағын сүрткен едім. Және қойдың майының да көмек дейді деп ойлаймын. Осы үшеуі маған көмектесті. Егер пайдаларыңызға жарап жатырса, комментарийге жазып, лайк басып, пікір білдіріп көріңіз. Егер пайдаларыңызға жараса, комментарийға қалдырып, пікірлеріңізді және лайк басып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Мен сіздерге біріншіден айтатыным, врачқа барып көріну керек, бірақ врачтың барлық берген антибиотиктерін, дәрілерін баланың
жаңа ағзасын улап немесе иммунитетін түсіріп бере беру керек деп ойламаймын. Осы жолы соған көзім жетті. Өйткені мен бұрыннан негізі дәрілерді алмаған жақсы көремін. Балаларға дәрі берген онша жақсы көрмеймін. Сосын кәдімгі витамин С беретінмін. Кәдімгі порошок түрін, кез келген витамин С деген аскорбинка, ол балаға негізінде, балаға емес жалпы адамның иммунитетін көтеруге бірден бір пайдасы тиетін дәрумен. Сондықтан сіздерге айтарым, барынша кез келген дәріні бере берместен бұрын интернеттен оқыңыздар, басқа адамдардың пікірін көріңіздер, бірақ просто так ананы мынаны беріп қана қоймай, тамағын барынша сүрте беріңіздер. Ол тамақта болғандықтан тамақты қолыңызды әбден жуып, спиртпен сүртіп, содан кейін барып тамақты сүрткен дұрыс. Өйткені қолда, адамның қолында да микробтар болады, бактериялар болады. Одан сайын нені асқындырып жіберулеріңіз мүмкін.